Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Көптен бері мен мына ютубқа шықпай кеттім. Кешірерсіздер. Міне көпшіліктің сұрауы бойынша мына қуыршақ аңдардың қолдарын қалай жасау керек екенін анықтап әдейі көрсетуге керек болды. Соны сіздерге жалпы қалай жасау керек екенін түсіндіріп жіберейін. Біріншіден біз табанның шаблонын жасап аламыз. Өстіп қағаздан ойып дайындап аламыз табанын. Одан кейін барып поролон бірінші қоямыз. Оның бетіне жаңағы жүн матамызды қоямыз. Оның сыртынан барқыт мен қойдым. Сіздер можете барқыт емес, жаңағы кожзам қоюларыңызға болады. Сөйтіп тура сызық бойынша міне тігіп шығасыздар. Тігіп шыққаннан кейін міне булавкамен қыстырып қойдым ғой, солардың бәрін алып тастап, қазір жаңағы тігістің жанынан бәрін кесіп шығамыз. Сол кезде біздің мына жаңағы табанымыз, алақанымыз сол аңдардың шыға келеді. Бұл өзі бір өте күрделі процесс, былай қарасаңыз, оңай сияқты. Одан кейін бұның өзі ары қарай тағы 1-2 этаптан өтеді, өйткені бұл осы күйінде қалмайды. Құрметті көрермендер, менің видеом ұнап жатса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Міне осы әдіспен әртүрлі куклалардың жаңағы қолдарын, аяқтарын, тағы бір өзі бір ерекше жерлер болады, сондай жерлерге өстіп қолдануға болады. Біздің аяғымыз дайын болды. Енді бұны біз қолымыз бар, қолымыз жасаймыз. Қолымыз бар, сол қолымыздың осы жеріне әкеп бүйтіп тігіп тастаймыз, айналдырып. Сол кезде бізде қолымыз дайын тұрады. Осыны әкеп осыған тігеміз. Осындай тоненький 1,5-2 сантиметрлік поролонды екі жағынан қоямыз. Оны мына астарына тігіп тастаймыз. Астарына одан мына жерге резинка қоямыз. Мына жерін 2 бөлек тіктім. Мына жерден қол шығып тұрады. Мына жағын бәрін біріктіріп тіге салып. Мына жерде ұстайтын қойып қойдым, өйткені ұстамаса анау ыңғайсыз болады. Аударған кезде мынандай болып шығады. Яғни астарымен бірге келіп, мына жерінен ұстап, бүйтіп жасай береді. Мына жерден қолы керек кезде мына қолы, телефон звондаса біреу өстіп шыға салады. Қатты білінбейді. Мына жер осылай тұра береді. Өте удобно. Кішкентай жасауға да болады, но өзіңіз білесіздер. Одан кейін мен арасынан мына ішіндегі астары жылжымас үшін мына жерден былай тігіп қойдым, бүйтіп, чтобы жылжып кетпес үшін.
Вот сол кезде анау жылжымайды. Бүйткенде міне тұра береді да орнында. А то жылжып мына жаққа түсіп кетуі мүмкін ғой. Міне құрметті көрермендер, осы менің қуыршағым дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне қолдары бәрі кигенге ыңғайлы. Бәрі өздеріңіз көргендей. Ұнап жатса, өздеріңіз тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын, аман есен болайық.